Совхоздың 90 жылдық мерейтойы әлі де жалғасуда. Бүгін екінші күн, бүгін бәйге, яғни ат жарысқа келіп жатыр халық. Бәйгеде бір керемет ерекше атмосфера болып тұр. Жастар сондай әсерленіп, бір эмоция, толы эмоция, бір атмосфера деген энергетикаға толы атмосфера болып тұр. Керемет. Қазір құнан бәйге басталады, сосын аламан бәйге болады. Пока здесь перекличка идет, но здесь надо быть. Это шикарно, это супер. Это надо чувствовать, это надо видеть, это надо находиться вот в гуще всех этих событий, чтобы понимать, насколько здесь все так круто, атмосферно, и насколько все заряжено такой позитивной энергией, положительной энергией, энергией, которая просто вот дает человеку реальный отдых, и просто вот душа поет дейді ғой. Супер. Қазақтың тойы бітпесін. Әзірше қарақол бірінші кетіп барады, әзірше қарақол бірінші кетті. Бәйгенің бірінші айналымы бітті, міне екінші айналымға кетіп барады. Бұл енді аламан бәйге ұзаққа шапқандықтан олар асықты аттың басын тартып отырып, тек қана мәре сызығына жақындағанда жарты шақырымда қалғанда ғана аттың басын жібереді. Сондықтан қазірше бір қалыпты кетіп бара жатыр енді. Сондықтан тек қана сәттілік тілейміз. Тай жарыс өтті, қазір құнан жарыс болады, одан кейін аламан бәйге басталады. Бүкіл халық сол аламан бәйгені күтіп отырған сияқты. Әбіліп сансызбай, сізді таба алмай жүр. Барымысын бауырым, әбіліп сансызбай. Алло. Мен алдымда тұрмын. Қазақстан халқына сәлем жолдаймын. Той құтты болсын. Шолпан ауылына тойға келдім. Шолпанның аты бірінші келетір енді. Ана көрдің бе 89? Ермек баладық, тартып отыр. Атмосферасы мықты енді. Нағыз қазақтың есі шығатын жер осы бәйгеде шығар. Бозбай Мұратов, Шұбартау, Байсейітов, Ораз. Қарақол 90 жыл.